бүгін мен сіздерге рефлексияға жасауға болатын тағы бір түрін көрсеткім келіп тұр. Яғни тек қана түсінбедім, сұрағым бар деген ғана бас санды есептеу емес, бір қораптың ішін толтыру сияқты бір әдіспен жасап көруге болады. Қазір мен сіздерге барлығы түсінікті болады. Маған рефлексия қажет. Ол жерде астында, яғни 3 түрлі кнопка бар бізде. Барлығы түсінікті. Сұрақтарым бар. Түсінбедім деген 3 кнопка. 3 кнопка мысалы не сияқты болуы қажет? Елестетіп көрейік. Мысалы ол жапырақ пішінді дей салайын. Жапырақтың суретімен болуы керек. Ол жерде сурет тұратын жері болсын. Ол суреттің орнында жаңағы біздің бір JPG суреті тұрсын. Дейік, сосын сол жапырақтарды басқанда үлкен қораптың іші жапырақтармен толуы керек. Мысалы, бірінші сурет, бағанағы барлығы түсінікті, сұрақтарым бар, түсінбедім дегенді былай істеп көрейік. Мысалы, барлығы түсінікті деген жерде бізде осы бір деген жапырағымыздан барлығы түсінікті деген бізде ағылшынша қойылды. Бір точка сұрақтарым бар дегенге 2 точка түсінбедім дегенге 3 точка суреті тұрсын деп жазайық. Қасына суреті деп істей салайық. Кішкене суреті, түсінбедім дегенге суреті. Яғни біз қазір барлығы түсінікті дегенге жасыл жапырақ, сұрақтарым бар дегенге сары жапырақ, түсінбедім дегенге қызыл жапырақтың суретін қоятын боламыз. Үлкен қораптың іші жапырақтармен толуы қажет деп қояйын. Сосын үстінде оқушы санын таңдайтын болуы керек. Оқушылар рефлексияны аяқтаған соңында аяқталды деген кнопка болсын. Оны басқан кезде сыныптың қаншалықты сабақты түсінгені туралы статистика шықсын. Яғни процентпен жаңағы біздің түсіндік, түсінбедік деген сөздерді көрсетуі керек. Артқы фон ашық көк болсын. Қызық болу үшін звук қосақ болады. Сосын әр кнопканы басқанда бір точка mp3 звугы ойнасын. Ал соңында аяқталғанда 2 точка mp3 звугы ойнасын. Осыған маған HTML код жазып бер. Инструмент дегенде canvas деген басайық. Енді маған жапырақтардың суреті керек. Жапырақ бізде leaves деп жазылады. Жапырақ. Так, мына жапырақты аласақ. Осы жапырақты алып көрейік. Сохранить изображение как бізде бір. Сохранить изображение бізде тоқтаңыз. Дұрыс болмай жатыр, неге? Сохранить изображение ағылшында тұр, бір сохранить. Енді маған жаңағы сары жапырақ деп айттым ғой, сары жапырақ. Сары жапырақ, мына жапырақты ала берейін. Так, сохранить изображение 2. И бізде қызыл жапырақ дедім. Мына жапырақты ала берейін.
Енді мен бұлардың барлығын бір папкаге сақтаймын. Барлығымызға осы нәрсе міндетті түрде түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни бір папкаге сақтау. Қазір мен Сия деп 3 жапырағымды бір папкаге сақтап алдым. Енді біз жаңа музыка, яғни звук деп жазған болатынмын. Звук деп мына жерде біз қандай звуктарды жаздық? Басқан кезде, яғни әр кнопканы басқан кезде бір звук, және соңында аяқталғанда тағы бір звук деп жазған болатын. Ол үшін тура өткендегідей іздейміз. Звук викторины деп іздейміз. Мысалы, бір басқанға бір звук, және соңында аяқталғанға тағы бір звук басамыз. Так, мына жерде менде қандай звуктар бар екен? Я, мына звук нормально болады. Осыны оқушы келіп әр жапырақты басқанға қоям. Скачать етілсін. Скачать етіліп жатыр. Енді ең соңында аяқталған кезде тағы бір звук. Так. Скажите, степ көрейінші. Звук викторины. Так, звук викторина победы деп іздеп көрейінші. Осы звук болады. Скачать еттім. Екі түрлі звукты скачать етіп қойдым. Енді қазір оның атын өзгертеміз. Бірінші бізде мына звукқа жаңағы бір деп жазамыз. Яғни бұл әрқайсысын басқан кезде бір болу керек. Сыртқа шығарып алайын. Мына бізде бұл соңында ойнайтын звук болған, екі деп жазамын. Міне. Екеуінің атын сақтап алдым. Енді жаңағы папкамызға кіреміз. Екеуін осы папкаге сақтаймыз. Біріншісі сақталды, екіншісі сақталды. Енді жаңағы кодымызды алып, Pythonға қоямыз. Так, код. Бәрін копировать етеміз. Қоямыз. Басшағы не істемей қалыпты, көшірілмей қалыпты. Басын бастап бір рет көшіре салайын. Қателеспеу үшін. Жазамын, сохранить етілемін. Бұл жерде рефлексия деп сохранить ете берейін. Reflex HTML. Сохранить етілді. Енді бұны да осы папкаге саламыз. Загрузки. Үш суретіміз тұр. Бірінші, екінші, үшінші, екі звугымыз тұр. Бірінші, екінші. Енді ашып көрейік қалай шыққан. Артықтан абыстайын. Оқушы саны. Енді, міне, жапырақтар тұр. Міне. Мына жерде бір қателік бар екен. Мына жапырақтар тек астында ғана жиналып тұр. Мен мынаны толық қораптың әр жерінде жиналсын деп жасап қойайын. Қателікті жөнде деп. Себебі мына ыңғайсыз болып тұр. Жапырақтарды басқанда қораптың тек астына жиналып жатыр. Ол қораптың әр жеріне жиналсын деп жазам. Қайтадан істеп көрейік. Мына кодым аяқталды. Мен тағы көрейік. Басынан бастап скачать ете, копировать етіп. Reflex HTML сохранить еттім. Жаңағын өшіре салайын мынаны. Загрузки. Рефлексия. Енді ашып көрейік қалай болады екен. Жапырақ қорабы. Барлық бетке ашып көрейік. Мына жерде оқушы саны 15 бола берсін. Міне. Енді жақсы болған сияқты. Так, барлығы түсінікті деген кішкене көбірек басайын. Енді аяқталды. Өте керемет шықты деп ойлаймын. Барлығы түсінікті болса, сабаққа реакция жіберіңіздер, және өздеріңіз жасап көрген болсаңыздар видеосын жіберіңіздер.